Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты тыңдармандарым? Тәрбиелік мәні бар, түрлі ой салар, тағдырлар жайында әсерлі әңгімелер тыңдағыларыңыз келсе, қазақ тілді каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Таң ертемен қызу тірлік басталып, жеңгелер тоқаш қызартып, дастархан жайып, үй ішіндегі адамдардың әрқайсысы өзіне тапсырылған жұмыспен әлек. Біреулері шынайы қуанып жүрсе, енді бірі сыбырласып, Бағиланың тағдырын талқыға салды. Мұның бәріне жаны шыдамай, ешкімді көргісі келмей, бөлмесін құлыптап алған Талшын анасына ренжулі. Бағила күйеуден шығып, қызын 2 жасынан төркінінде нағашыларының қолында өсірді. Өзі бос отырмай, саудамен айналысып, қала аралап кеткен. Ауық-ауықта келіп, қызын ескегені болмаса, уақытын бөліп, сырласып, мұңдасқан күндері еш болмаған. 2 араны жол қылып жүріп, өзінің жалғыз қызына көңілі көп бөлінбеді. Сөйткен Бағила бір кәсіпкер кісімен байланысып, ендігі өмірін тоқал болса да, сонымен өткізуге келісімін беріп, тұрмыс құрғалы жатыр. Төркіні бір басының 2 болғанын құп көріп, бүгін сол құдалықты атқарып, Бағиланы батасымен шығарып салмақшы. Бір беткей Бағиланың тоқалдыққа кеткелі жатқанынан бейхабар туыстары алдағы өмірлерінің тату да тәтті болуларын тілеп, үйлеріне тарқасты. Бағиланың бір ауыз пікірін сұрамағаны, өмір бойына өз әкесінің мойнына асылуды армандаған Талшын үшін ауыр соққы болды. Анасының өктем мінезінен әкесі жайлы мағлұмат алуға дәті бармай, іштей тынып, әке тұлғасын қиялынан құрастыратын. Не себептен ажырасқандығын төркіні де түсінбей, сан сұрақтың астында қалғандықтан оларда еш жауап қата алмады. Талшын жанына жалау болмаса да, өз қарақан қу басын ойлап, елуді еңсерген еркектің жетегінде кеткен анасын ойыннан шығармайтын. Жиі болмаса да хабарласып, хал сұрасып жүрді. 9 сыныпты аяқтап, орталық медицина колледжіне құжаттарын тапсырды. Жиендерінің білім грантын жеңіп алғанына қуанған нағашылары бас аяғына дейін шыттай жаңа киім кешегі мен оқуға қажетті заттарын алып берді. Рахметін айтып аттанған қыздың қаладағы анасының жанына барғанша ентігі басылмады. Бағила қызының өзімен бірге тұруына іштей қарсы болғанымен, онысын сездірмеуге талпынды. Қарсы болған себебі үй күйеуі Болысбектің алып берген үйі еді. Оған қоса күндіз күн демей, түнде түн демей, бәйбішеден жалығып, тоқалынан ләззат іздеп аяқ асты төбе көрсететіні бар еді. Алаңсыз асыр салып, оқудың ордасында студенттік өмірді сезіне бастаған балмұздақ қыздың ойында еш нәрсе болған жоқ. Сырласа келе, қаншама уақыт жалғыздықтан жалығып, әйел бақытын, жар құшағын сағынған анасын түсінгендей болды. Дегенмен, анасының 2-ші әйел болып, тек мұсылманша некеге тұрғанын естіп, жабырқап қояды. Болысбектің ес тоқтатып, елдің қамын ойлайтын жасқа келген бәйбішесі Күлтай, күйеуінің ойнас тауып, бір шама жасы кіші Бағиламен некесін қидырғанына наразы еді. Бойжеткен қызы мен ұлдарына немере сүйіп, айрандай ұйыған отбасының шырқын бұзғанды кім жақтырсын? Реті келсе, Бағиланы қағытпалап, үйіне барып, жиі ұрыс жанжал шығаратын. «Қарағым, айналайын қызым-ау», деп арқасын қаққан Болысбектің сөздеріне еріп, жастайынан әке махаббатын сезіп көрмеген Талшынның алдында талай қиындық күтіп тұрды. Өгей болса да, анасының таңдауына қарсы шықпай, сол үйдің ережесіне бағынып, Болысбекті әкесіндей сыйлады. Бейуақытта жиі келгіштеп кеткен Болысбектің көзі кенедей қадалып, өрімдей үлбіреген жас қыздың сыртынан ішіп жеп, қылығын қадағалаумен болды. Қамқорлық танытқандай болып, Талшынды оқуынан әдейі күтіп алып, кездейсоқ кездесулер ұйымдастырумен әлек.
Оңтайлы сәтті пайдаланып, Талшынға жылы сөздерін айтып, құшақтап, қолын сипалап қалқысы келетін. Болысбектің назары Талшынға жиі ауғанын сезіп жүрген Бағила қызын қатал ұстауға тырысты. Бұл Бағиланың қызғанышы емес, қызына алаңдап, онсыз да нәсіп құмар күйеуінің құрығынан алшақтату болатын. Болысбектің құрығы ұзын, түкірігі жерге тимей, айналасындағыларға өктем танытып, алаяқтықпен жиған дүние мүлкіне малынып, арам жолмен табылған ақшасына шененіп жүргенін біле тұра тұрмысқа шықты. Жарлының ханшасы болғаннан байдың тоқалы болуды құп көрген Бағилада Болысбекке деген алау ұшқын сезімде жоқ болатын. Ойнастың оты болмай, ең құрғанда адалынан жақын қарым-қатынаста болуды қалаған еді. Сатылатын тауарын толықтыруға ел асып, Бішкекке аттанған Бағила қызына бас көз болып, жалғыз қалдырмауын құрбысынан өтініп сұрады. Мәншүк келіскенімен баласы ауырып бара алмай қалды. Қоңырау қағылған соң есікті ашқан Талшынның алдында Болысбек тұр еді. Ол Бағиланың тауарға кеткенін біле тұра, неге келді деген сұрақ Талшынның ойына оралмады. Аға, келдіңіз бе, шай қояйын, деп асханаға ентелеп жүгіріп кетті. Артынан асықпай, қадамдарын алшақ басып кірген Болысбек біраздан бері ойы кетіп жүрген сұлу бойжеткенді көзбен шешіндіріп, ту сыртынан бақылап тұрды. Оңтайлы сәтті пайдаланып, жымысқы әрекетін іске асырғысы келген ол, шай ұсынған Талшынның қолын шап беріп ұстап алды. Не болғанын ой елегіне өткізіп үлгере алмаған қыздың көздері шарасынан шығып, орнынан атып тұрды. Талшын, қызым-ау, отырсаңшы, балдай тәтті шойыңды құй, деп еді, сасқанынан орындыққа қайта жайғасты. Зәресі зәр түбіне жетіп, аяқ қолынан әл кете бастады. Осы кезде көздері қарауытқан Болысбек Талшынға бас салды. Қарсыласып, барынша күресіп жатқан қыздың қолына үстелдің үстіндегі жүзі өткір пышақ іліне түсті. Үстіне кенеше жабысқан мес қарынға барынша шаншып алды. Үсті басы қанға боялған Талшын жерде қансырап жатып, оңбаған, өлтірем, түбіңе жетем, деген өкей әкесінің қарлыққан даусынан шошып кетті. Жан ұшыра айғайлап көршісіне жүгірді. Жедел жәрдем шақыртып, Болысбекті ауруханаға алып кетті. Мәншүк аласұрып Бағиланың өтінішін орындағанда, бұл жағдайдың қан жұққан еден мен қабырғаларды жуып жүріп, маңқиып отырған Талшынға жан ашыды. Бұрыннан Болысбектің жақсы адам емес екенін хабардар әйел құрбысы Бағилаға ол кісімен байланыспағаны абзалдығын айтып-ақ келгенді. Енді міне. Аурухананы басына көтерген Болысбектің бәйбішесі бәрін аяқтарынан тік тұрғызды. Құдай сақтағанда пышақ жүзі маңызды органдарға тимей, жарақатын таңып, жеке палатаға шығарыпты. Мән жайға толықтай қанығуды қажет деп таппаған бәйбіше Бағиланың қызы кінәлі деп сыбырласқан көршілерден сұрастырып алды да Талшынның үстінен арыз тастады. Бағила үйіне келіп, қызының бей-жай түрін көріп, күйеуін уайымдап ауруханаға асықты. Алдынан бүйірін таянған күндесін көріп, шошып кетті. Келдің бе, жөлекпе, жетесіз, деп жер жебіріне жетіп, айғаймен аурухананы басына көтерді. Болған жағдайды естіп білген Талшынның нағашылары Болысбектің алдынан өтіп, кешірім сұрап, арызды қайтып алуын өтінді. Талшынды колледж дипломын ала салысымен қайта ауылға алып кетті. Сондағы емханаға медбике етіп орналастырды. Талшын да жаңа жұмыс орнына тез үйреніп, маңайындағы қызметкерлермен тіл табыса кетті. Ұжым басшысы Мария апай да жақсы кісі. Талшынның жұмысын, ұқыптылығы мен жауапкершілігін ұнатты. Әрі өте сұлу, ақылына көркі сай қызды өзінің ұлымен таныстыруды ойлады. Қолайлы сәтті пайдаланып, екі жаста кездесіп,
бір-бірін бір көргеннен ұнатты. Марат қаладағы емханалардың бірінде көз дәрігері болып жұмыс атқарған соң, Талшынмен жиі-жиі кездесе алмаса да, күн сайын хабарласып, ғашықтық хаттарын жолдап тұрды. Екеуіне қарап көзі тоймаған Мәрия апай жастардың бас қосуын қалады. Келісілген күні Талшынды айттырып, сырға салып қойды. Екпе жұмысын жүргізіп жатқан Талшынға «Иә, қызым» деген дауыс таныс еді. Ол әрине Болысбек. Есесін жібергісі келмей, Талшынға қастандық ойлай келгені байқалып тұр. «Шығыңыз, менің қолым бос емес» деп өктем сөйлеп еді. Білегінен қысып ұстап, бетіне белгісіз сұйықтық шашып жіберді де бөлмені босатты. Жан дауысы шығып, шыңғыра айғайлаған Талшынға жедел көмек көрсетілді. Беті бөртіп, көздері бұлдыраған қыз денсаулығына зақым келгенін түсінді. Мәрия апай дереу емханадағы жедел жәрдем көлігі мен қаладағы емханаға баласына жіберді. Операция нәтижесі сәтті болғанымен біраз күтімді қажет етті. Талшын ауруханада жатып, өмірін ой елегінен өткізіп, терезеге үңілді де тұңғиыққа батты. Медбике Ержанова Талшын Нұрлан қызы деген карточкаға қарап отырып, бұрынырақта Ержанұлы Нұрлан атты бір науқастың осы емханада ем қабылдағанын есіне түсірді. Талшынның өзі де медбике болғасын, емхананың біршама медбикелерімен сәлемі түзу болатын. «Талшын, қалайсың, көзің қалай?» деген Айгүлдің сөзінен манадан бері терезеден көзін ала алмай жатқан Талшынды елең еткізді. «Ау, Айгүл әпке, рахмет, алға ілгерілеу бар екен, жаңа ғана дәрігермен сөйлестім» деді. «Сен ренжіме, бірақ менің саған сұрағым бар. Осы сенің әкеңнен хабар бар ма?» Әпкетай, несін сұрайсыз? Менің төл құжатыма жазылған есімдер ғана. Әкемді бір көру арманым ғой», деді де ауыр күрсінді. «Бұл істің бір қайыры болу керек» деген Айгүл сол науқас жайлы толық мәлімет жинауға кірісті. Ержанұлы Нұрланның жұмыс орнына іздеп барып, 20 жыл бұрынғы өмірін сұрады. Алғашында сөйлесуге қарсы болған Нұрлан, кейінірек медбикенің ниетінің адал екеніне көзі жетіп, бар шындығын жайып салды. Талшын бүгінде терең ойдың түбіне түсіп отыр. Қағылған есікке назар салар түрі жоқ. «Кешір қалқам, ойыңды бөлсем». «Жоға, о не дегеніңіз? Сіз маған келдіңіз бе? Тани алмадым», деді бері қарай жақындап. «Әрине, саған келдім, саған ғана. Түсінбедім». «Қызым, қызығым, мені танымадың ба?» «Әй, жоға, қайдан ғана танушың, сен кішкене қыз бала болғансың». «Әттең, сіз менің әкемсіз бе?» «Я, жарығым, жалғызым, мен сенің бейбақ әкең, сені көруге еш талпынбаған әкең, сен үшін күресуге дәрменсіз әкең, кешірші мені». Әкешім», деді де мойнына асылып, жастары еріксіз төгіліп, өксігі мен өкінішін баса алмай жылай берді. Әкесі мен қызы ұзақ сырласты. Палатаның іші қуаныштан жасқа толды. Қабырғалар екеуінің сағынышы мен көкейін тескен сан сұрақтың жауабына куәгер еді. Албырт жастықпен отау құрып, Бағиланың жағдайын жасай алмай, аяқ астынан көру қабілеті төмендеп, көзі су қараңғы болып қалғанда келіншегінің басын босатқан екен. Тағдыр тауқыметіне төзіп, бір Алланың көмегімен, жанары қалпына келгенімен, араға жылдар салып, Бағиланы іздеп барғанда, қайын жұртының кеудесінен itергені жанына қатты батып, ендігі ол беткейге ат басын бұрмаспын деп ант су ішіпті. Аяқтан тұрып, өзінің жеке кәсібін дөңгелетіп, екінші рет үйленгенін де тілге тиек етті. Талшын әкесін ойдан құрап, қаншама сарғая күткенін айтып, егіле жылап, біршама уақыт әкесіне назым білдірді. Сауығып,
Көру қабілеті қалпына келген Талшын Маратпен той күнін белгіледі. Әкесі қызының өз үйінен ұзатылғанын қалап, жөн жоралғысын жасады. Бағила Нұрланның көзіне тік қарамай, жүзін бұрып, жастық шақта басындағы қиындығына жаны төзбей, қызымен төркініне барып отырып алғанына өкінді. Уақыт қайта артқа сырғымас. Сол кезде жолдасына демеу болып, маңынан табылғанда, қазір бәрі басқаша болар ма еді? Талшынның өмірі өксімес пе еді? Дегенмен, Талшын өмірінің жаңа беттерін адал жары мен армандап күте білген әкесінің аялы алақанымен бастады. Тағдырдың тосын тартуы осы болар бәлкім.